Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіз арықтау үстіндесіз бе? Және бұл туралы көбірек білгіңіз келе ме? Бұл видеода салма жоғалту туралы 10 қызықты фактіні қарастырамыз. Менімен соңына дейін болыңыздар және каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Семіздік проблемасы бірнеше ондаған жылдар бойы танымалдық шыңында болды. Жаңа диеталар әр апта сайын дерлік пайда болады. Және әр екінші нәсілдер қауымының тілектерінің бірі салмақ жоғалту. Бірақ сіз шынымен салмақ жоғалту туралы не білесіз? Міне, сіз білгіңіз келетін салмақ жоғалтудың 10 керемет фактісі. Ең біріншісі, ұйқының болмауы салмақ жоғалту мүмкіндігін азайтады. Мен бұл күндері өте аз тамақтансам да, әлі де салмақ тастаған жоқпын. Негізі, мен одан да көп салмақ қосқан секілдімін. Мен дұрыс ұйықтай да алмай жүрмін. Мұндайды құрбыларыңыздан естіп көрдіңіз бе? Ұйқының болмауы, егер біз салмақ жоғалтқымыз келсе, бізге шынымен зиян тигізеді. Өйткені бұл гормоналды теңгерімді бұзады. Лептиннің өндірісі азаяды, ал аштық гормоны грелин әлдеқайда көп өндіріледі. Ұйқыңыз жеткіліксіз болса және салмақ жоғалтқыңыз келсе, бір оңай және арзан шешім бар. Көбірек ұйықтаңыз. Екінші қызық факті, біз жалғыз қалғанда аз жейміз. Артық салмақтан арылғыңыз келе ме? Сол себепті жалғыз тамақтаныңыз. Зерттеулер көрсеткендей, біз көпшілікпен болған кезде көбірек тамақтанамыз, яғни 35%-ға артық. Бұлай болуының нақты себебі жоқ болса да, біз мұны құрбы-құрдастарымыздың қысымынан немесе бәлкім ойымыз басқада болғанда біз ойлағанымыздан көп тамақтанып қоятын шығармыз. Үшінші факті, сіз жоғалтқан маймен не болады? Сіз барлық майдың қайда кететіні туралы ойландыңыз ба? Бір қызығы, оған не болып жатыр? Бұл өте қызықты сұрақ. Оған жауап одан да қызықты. Сіз жоғалтқан майдың көп бөлігі және шамамен 85%-ы сіз шығаратын көмірқышқыл газына айналады. Сонымен келесі жолы салмақ жоғалтқан кезде сіз шығаратын көмірқышқыл газы ішінара сіздің жеке майыңыз екенін ұмытпаңыз. Төртінші факті, артық салмақ ұзақ процесс. Артық салмақты жоғалту сияқты ұзақ процесті алады. Егер сіз торттың бір бөлігінен жеп кейін таразы қосу 300 граммды көрсетсе, бұл май емес, су. Таңертең салмақ қалыпты жағдайға оралады. Бесінші факті, десерт уақыты кешкі 17:00. Француз диетологы Ален Делабо артық салмақтың себебі денені тыңдай алмау екеніне сенімді. Гормондар күнделікті кестеге сәйкес өндіріледі. Аз қорытуға қатысатын кортизол синтезінің шыңы таңертең болады. Сондықтан Ален таңғы асқа көбірек май жеуге кеңес береді. Жылдам көмірсулар кешке жақсы сіңеді. Олармен бірге триптофан амин қышқылы миға жеткізіледі және серотониннің бақыт гормонының өндірілуіне ықпал етеді. Бұл ұйықтар алдында тағамның бұзылуынан қорғайды. Делабо айтуы бойынша, тәтті үшін ең жақсы уақыт кешкі 16 мен 17:00. Алтыншы қызықты факті, артық салмаққа қарсы 10 минуттық жаттығу. Күнделікті 10 минуттық жаттығулар 11%-ға қатерлі ісік қаупін азайтады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді және 300 калорияға дейін жоғалтуға көмектеседі. Жаттығуларды жаяу жүру арқылы да алмастыруға болады. Жетінші факті, целлюлит пен артық салмақ екеуі бірдей емес. Целлюлит гормоналды теңгерімсіздік немесе су тұз алмасуының салдарынан болып табылады. Артық салмақтың себептері көбірек отырықшы жұмыс, артық тамақтану және тағы да басқа факторлердің әсерінен болады. Сегізінші факті, көмірсулардан бас тарту салмақ жоғалтуға көмектеспейді. Әлсіздік, ашушаңдық, есте сақтау қабілетінің бұзылуы, ұйқысыздық, көмірсусыз диетаның нәтижесі болып табылады. Көмірсуларсыз дене үнемдеу режиміне өтеді. Әр тамақпен бірге майды сақтайды. Протеиннің артық болуымен бірге бұл холестеринді бляшкалардың пайда болуына әкеліп соғады. Тоғызыншы факті, күн сайын жаттығудың қажеті жоқ. Дене жаттығулары міндетті түрде болуы керек. Бірақ денеге бұлшықеттерді қалпына келтіру үшін уақыт қажет. Сол үшін үзіліс жасап тұруыңыз абзал. Оңтайлы кесте аптасына 4 рет
30 минуттан кезектесіп, қарқынды, орташа, күшті және аэробты жаттығулар жасау. Бұл аптасына 50-ден 100 граммға дейін майды жағуға көмектеседі. 10-шы соңғы факті: монодиеталар қауіпті. Монодиеталар белгілі бір уақыт аралығында бір өнімді, яғни күріш, гречка, айран секілді өнімдерді пайдалану. Диетаның мұндай түрі уақытша нәтиже береді. Стресстік жағдайда дене майды кетірудің барлық көздерін блоктайды, ал диета аяқталғаннан кейін салмақ 2 есе өсе бастайды. Монодиеталарда олар артық сұйықтықты кетуімен бұлшық еттің массасын күйіп кетуіне байланысты салмағын жоғалтады. Міне, арықтау жайлы осындай қызықты деректермен бөлістім. Бірақ интернеттен салмақ жоғалту рецепттерін өз бетінше сынамау керек. Қате таңдалған әдістер денсаулыққа және денеге толы зиян тигізеді. Қауіпсіз және тиімді салмақ жоғалту үшін тиісті диета мен жаттығуларды таңдайтын өз саласындағы кәсіби мамандарға жүгінген дұрыс. Сіздермен болған топ деректер каналға жазылуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.